кезекті біздің приложение мына бір тұрған бизнес WhatsApp-тың астындағы Widget Smith приложениесі. Бұл приложение арқылы біз тура көз алдарыңыздағы экрандағы календарды шығарамыз. Оны қалай шығарамыз? Бізбен бірге болыңыздар. Приложение кіреміз. Сол жерден Lock Screen дегенді таңдаймыз. Lock Screenді таңдадық. Одан кейін қарап тұрсаңыз, осындай виджеттер шығады. Сол виджеттің ішінен мына бір жалпақ календарды таңдаймыз. Оның ішіне именно осы таңдалған аты барлығы осымен таңдаймыз. Барлығын сохранить етіп болғаннан біздіке главный экран керек болады. Міне, көрдіңіздер ме? Менде шығып тұр уже солай. Сізге екінші страницаны ашамыз. Настроить. Қайттан обратно кіреміз. Виджет басамыз. И өзімізге керек емес біреуін өшіреміз. Және астыға қарай көтереміз. Міне диск, дом, аккумулятор приложениелерінің астында бізде жаңа Widget Smith приложениесі тұрады. Приложениеге кіреміз. Жылжытамыз. Міне осы страницаны таңдаймыз, басамыз. И дальше XX басамыз да шығып кетеміз. Болды. Осымен бізде календар қосылады. Менде екінші страницада тұрғаннан кейін ана страницада осылай толық шықпай тұр. Пайдалы болса, бөлісе отырыңыздар.